Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 4-ші сынып 66-шы сабақ. Пропорционал бөлуге берілген есептер. Оқу мақсаты: шамалар арасындағы тәуелсіздікке пропорционал бөлуге белгісіз екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару. 3 таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану. Сабақ мақсаты: бірлікке келтіру тәсілімен пропорционал бөлуге берілген есептерге талдау жасауды және шығаруды үйренесің. Бірінші тапсырма: менің әкем жүргізуші. Оған қандай күн райы жағдайында және жыл мезгілінде жолға шығатындығын білу өте маңызды. Өйткені ол жолға қанша жанармай жұмсалатынын есептей білу қажет еді. Арман: осындай есептер шығаруды үйрен. Сағатына бірдей мөлшерде жанармай жұмсай отырып, автокөлік 4 сағат ішінде 36 литр жанармай жұмсалды. Дәл осындай мөлшерде жанармай жұмсайтын болса, 7 сағат жүрген кезде автокөлікке қанша литр жанармай қажет? Ол үшін есептің шартын құрамыз. 4 сағатта 36 литр жанармай жұмсайды, 7 сағатта белгісіз қанша жұмсайтыны жанармайдың шешуі. 36-ны 4-те бөлеміз, 9 литр сағатына. 7 сағатта қанша жұмсайтынын білу үшін 7-ні 9-ға көбейтеміз, 63 литр. Жауабы: 7 сағат жүру үшін автокөлікке 63 литр жанармай қажет. Есіңе сақта: пропорционал бөлуге арналған есептерді шығару үшін екі амалды орындау қажет. Олардың біріншісі бөлу. Алдымен есептің шартында бірлік ретінде не алынғанын табу қажет. Содан соң табылған бірліктің көмегімен есептеудің шартында берілген сұрақтың жауабы анықталады. Екінші есеп: есепті шығар. Трактор жүргізушісі кішігірім трактормен 4 сағат ішінде 5000 метр квадрат жерді жыртты. Дәл осындай еңбек өнімділігімен ол 8 сағаттық жұмыс күнде қанша квадрат метр жерді жыртады? А1 тең 5000 метр квадрат, Т1 4 сағат, В белгісіз метр квадрат сағат, Т2 8 сағат, В2 метр квадрат. Шешуі: В тең А бөлінген Т тең 5000 бөлінген 4, 1250 метр квадрат сағат. А2 тең В көбейтілген Т 1250 көбейту 8 тең 10000 метр квадрат. Жауабы: 8 сағатта 10000 метр квадрат жер жыртады. Үшінші тапсырма: есептерді шығар. Қар тазартқыш машина 2 сағат ішінде 7 тонна 2 центнер қар тазалады. Егер дәл осындай өнімділікпен жұмыс істейтін болса, 6 сағат, 5 сағат, 8 сағат ішінде қанша қарды тазалайды? А1 тең 7 тонна 2 центнер, 72 центнер. Т1 2 сағат, В белгісіз сағат, Т2 6 сағат, Т3 5 сағат, Т4 8 сағат, В2 центнер, А3 белгісіз центнер, А4 белгісіз. Шешуі: В тең А1 бөлінген Т1 тең 72 бөлінген 2 тең 36 центнер сағат. В2 тең В көбейтілген Т2 тең 36 көбейту 6 тең 216 центнер сағат. А3 тең В көбейтілген Т3 тең 36 көбейтілген 5 180 центнер сағат. А4 тең В көбейтілген Т 36 көбейтілген 8 288 сағат. Жауабы: машина 6 сағатта 216 центнер, 5 сағатта 180 центнер, 8 сағатта 288 центнер қар тазалайды. Тапсырмасы: өздеріңіз осыған ұқсас қылып шығарып аласыздар. 4-ші тапсырма: есептерді шығар. 1500 бөлшек жасап шығару керек. 1500 бөлшек жасап шығару керек. Бір станок бұл жұмысты 15 сағатта, ал екіншісі 10 сағатта орындайды. Екі станок бір уақытта бірдей жұмыс істесе, барлық бөлшекті қанша уақытта жасап шығарады? А 1500 бөлшек, Т1 15 сағат, В1 бөлшек сағат, Т2 10 сағат, В2 белгісіз бөлшек сағат, Т белгісіз. Шешуі: В1 тең А көбейтілген Т1 тең 1500 бөлінген 15 тең 100. В2 А бөлінген Т2 тең 1500 бөлінген 10 тең 150. Бірлескен жұмыс: В1 қосылған В2 тең 100 қосу 150 тең 250. Т тең А бөлінген В1 бірлескен 1500 бөлінген 250 тең 6 сағатқа. Жауабы: 2 станок барлығы 6 сағатта жасап шығарады. Есебі қалай шығаратындығы өздеріңіз балалар қарап аласыз. 5-ші тапсырма: кесте бойынша өрнек құр және жаз, олардың мәнін тап. 1024 көбейту 24 қосу 901 бөлінген 53, 24593. 542 көбейту 24 қосу 5202 бөлінген 18, 13297. 56241 қосу 355 қосу 256 көбейту 21, 61972. 11 көбейтілген 451 азайту 52416 бөлінген 52 тең 3953-ге 80012 алу 228054-тен азайтамыз 987-ні тең 52945-ге 73650-ден азайтамыз 850 бөлінген 50 тең
$73.633-ге. 6-шы тапсырма: сурет бойынша есеп құрастыр және шығар. Егер сенде $5 бар болса, онда саған қанша ақша қайтарып береді? Олар қандай монеталар болуы мүмкін? 7-ші тапсырма: бос орынға берілген сандарға 5-ке 10-ға бөлінетіндей цифрлар қой және тексер. 76.180. 76.180-ді 10-ға бөлгенде 7.610. 76.180-ді 5-ке бөлгенде 15.236. 2.801.760-ды 60. 2.801.760-ды бөлеміз 10-ға. 280.176. 2.801.760-ды бөлеміз 5-ке. 560.352. 9.810.350-ді 350. 9.810.350. 9.810.350 бөлінген 10. 981.035. 9.810.350 бөлінген 5. 1.962.070-ге тең. 7-ші тапсырма: мұндай есептерді шығарған кезде мұқият бол. Оларды әдеттегі тәсілмен шығаруға бола ма? Таңқурайдан тосап қайнату үшін 5 кг жидекке 4 кг қант қосады. 10 кг жидектен әзірленетін тосапқа қанша килограмм қант қосады? 5 кг жидекке 4 кг қант қосады. 10 кг жидекке қанша килограмм қант қосатыны белгісіз. Ол үшін 10-ды бөлеміз 5-ке тең 2 кг. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8 кг. Жауабы: 8 кг қант қажет. 10 кг жидекке 8 кг қант қажет екен. 9-шы тапсырма: есептерді шығар. Арман ауланы қардан тазартуға көмектесті. 20 минут ішінде ол 1 соттық аумақты тазалады. 10 минут ішінде ол қанша квадрат метр жерді тазалайды? Асы: 20 минутта 1 соттық, 10 минутта қанша метр квадратты тазалайтыны белгісіз. Шешуі: 1 соттық тең 100 метр квадрат. 100 метр квадратты 20-ға бөлсек 5 метр квадрат минутны. Екінші: 5-ті көбейтеміз 10-ға тең 50 метр квадрат. Жауабы: 50 метр квадрат жерді тазалайды. Әсінің шығарылу жолы осы жерде көрсетілген. Тапсырмасының балалар, шығарылуы осы жерде көрсетілген. Өздеріңіз қарап алсаңыздар болады. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.